Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен бірге осындай дәмді тауық етін пеште пісіретін боламыз. Өте дәмді болып шығады. Ешқандай да уақытыңызды алмайды. Барлығын турап, араластырып, тек духовкаға сала қоясыздар, болды. Видеодан көріп отырғандарыңыздай, тауық еті осындай жұмсақ болып шығады. Картоптарымыз да толықтай піседі. Сондай нәрлі, әрі дәмді болып шығады. Ең алдымен тауық етін маринадтап аламыз. Тауықтың етін ірілеп турасаңыздар болады. Тауықтың қанаттарын пайдалансаңыздар да болады. Мен тауық аяқтарын пайдаландым. Тауықтарымызды жуып алып, құрғақ ыдысқа саламыз. Тұз, қара бұрыш және де 2 сарымсақты майдалап турап, теркадан өткізсеңіздер де болады. Үстіне қосамыз. 2 ас қасық майонез, 2 ас қасық кетчуп қосамыз. Кетчуптың орнына 2 ас қасық томат қоссаңыздар да болады. 1 ас қасық соя қосамыз, көп қоспаймыз. Соя ерекше дәм береді. 3 ас қасық сұйық май, яғни өсімдік майын қостым. Енді тауықтарымыздың барлығын осылай араластырамыз. Толықтай араластырып аламыз. Және де кем дегенде жарты сағатқа маринадқа қойып қоямыз. Барлық керекті заттардың мөлшерін төменге описание бөліміне жазып кететін боламын. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып қолдап қоюларыңызды сұраймын. Енді көкөністерімізді дайындап аламыз. 1 килограммға жуық картоп, 1 сәбіз, 1 пияз. Арнайы осындай пышақтың көлемімен картоптарымызды 4 бөлікке бөлеміз. Егер де бұндай пышақ болмаған жағдайда, кәдімгідей бөле берсеңіздер де болады. Бұл тек әдемілік үшін ғана. Картоптарымызды осылай 4 бөлікке бөлеміз. Картоптарымыз бізде осылай болып шықты. Енді пиязымызды турап үстіне саламыз. Күнделікті тағамға турағандай жартылай сақиналап тураймыз. Сәбіздерімізді кішкене майдалау етіп, ортасын 2 бөлікке бөліп турап алдым. Тағы да алда шығатын басқа да тағамдардың рецепттерін жіберіп алмас үшін каналға жазылып кетіңіздер. Сәбізімізді майдалап турап алып, оны да ыдысымызға саламыз. Енді көкөністерімізге жарты ас қасық тұзымызды, көп қоспаймыз, бізде тауықта да бар. Тұз, қара бұрышымызды кішкене ғана, кез келген тағамға пайдаланатын дәмдеуіш, роллдың дәмдеуішін қостым. Және де 2-3 ас қасық сұйық май қосып, барлығын біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Толықтай барлық бөлігіне осы қосқан дәмдеуіштеріміз, тұзымыз сіңетіндей етіп, қолымыздың көмегімен ысқылап араластырамыз. Пешімізді алдын ала 200 градусқа қыздырып қоямыз. Табамызды алып, түбін майламай, картоптарымызды бүкіл жеріне толық қойып шығамыз. Маринадта тұрған тауықтарымызды алып, беткі бөліктеріне қойып шығамыз. Менде маринадта 1 сағаттай тұрды. Және де тауықтан қалған маринадтарды осылай дәмді, нәрлі болу үшін беткі бөліктеріне тағы да қасықтың көмегімен жағып шығамын. Осылай пеште тауықтарымыз пісіп жатыр. Менде толық 1,5 сағат көлемінде уақыт кетті. 190-200 градуста 1,5 сағат көлемінде пісірдім. Менде осындай жұмсақ, өте дәмді кешкі ас шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, үй іштеріңізді қуантыңыздар. Ас болсын.